Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Масқара, енді не болады? Билікте үлкен соғыс басталғалы тұр. Көптеген жылдар бойы Назарбаевтың туфлиін жалаған Ешак Мал Күрішбаев басқа кәпір, шал шпион Тоңқаевқа нагло жала жапты. Шұғыл. Барлық шындықты білу үшін арнамызға тіркеліңіз. 100 мың оқырман санына жетейік. Ал енді бастайық. Сенатор Ақылбек Күрішбаев үкіметтің депутаттық сауалдарға берген жауаптарын сынға алды. Оның айтуынша 2 жыл ішінде ол үкіметке 17 депутаттық сауал дайындаған, бірақ өкінішке қарай оларда көтерілген көптеген сұрақтарға толыққанды немесе мүлде жауап алмаған. Сенатор жақында Қостанай облысында болған өртті мысалға келтірді. Өткен жылы үкіметке орман алқаптарын қорғау саласындағы жүйелі проблемалар, оны ерте анықтау үшін өртке қарсы күрестің қазіргі заманға ақпараттық жүйесінің жоқтығы және орманшылардың жалақысының төмендігі туралы депутаттық сауал жолданған. Алайда үкімет атарбы тағы да жалпылама жауаппен құтылған. Сонымен қатар, Ақылбек Күрішбаев 2 жыл бұрынғы азық-түлік бағасының өсуіне, сондай-ақ жоғары оқу орындарын басқару жүйесін демократияландыру, бюджетті бөлу және отандық селекция мен тұқым шаруашылығын дамыту жөніндегі университеттер ғылыми кеңестерінің өкілеттіктерін кеңейту туралы ұсыныстары бар депутаттық сауалдар жолдағанын еске салды. Осыдан тура 2 жыл бұрын біз сауда объектілерін қаржыландырудың айналым схемасын қайта қарау қажеттілігін айттық. Себебі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне бағаны реттеу үшін оның тиімділігі төмен. Алайда осы ұсынысымызды қарау үшін 2 жыл уақыт және жаңа сауда министрінің келуі қажет болған сияқты. Ақырында, жаңа министріміз сауда объектілерін қаржыландырудың осы айналым жүйесін өзгерту керектігін мойындап отыр, деді сенатор. Осыған байланысты парламентарий депутаттық сауалдарды мұқият қарау қажеттігі туралы және сенат депутаттарының мемлекеттік органдармен тікелей диалогқа дайындығы туралы мәлімдеді. Қазақта тыңдар құлақ болмаса, сөз жетім деген сөз бар. Әрине, қазір министрліктерде жұмыс істеу қаншалықты қиын екенін түсінеміз. Сондықтан сенаторлар мемлекеттік органдармен тікелей жұмыс істеуге дайын. Министрліктерде тәжірибелі қызметкерлердің жетіспейтінін, орындаушылық тәртіптің төмендеп кеткенін көріп отырмыз. Үкіметтен мемлекеттік органдардың бірінші басшылары мен олардың орынбасарларының жауапкершілігін арттыра отырып, депутаттық сауалды сапалы қарауды қамтамасыз етуді сұраймыз, деді ол. Бекболат Тілеухан Түркия азаматтығын алуға құжат өткізген. Бекболат Тілеухан Түркияға 3-ші әйелі Жанар Тапеновамен бірге кеткен. Одан 6 баласы бар. Стамбул қаласында бұл күнде олар балаларымен бірге сатып алған пәтерінде тұрады. Экс-депутат Бекболат Тілеухан Түркия азаматтығын алуға өтініш берген. Порталдың Түркиядағы дереккөзі таяуда Бекболат Тілеуханның Стамбулдан 6 бөлмелі пәтер сатып алғанын хабарлайды. Депутаттықтан кеткен кезең. Еске сала кетсек, қаңтар оқиғалары басталар алдында бір апта бұрын Бекболат Тілеуханның мәжіліс депутаты ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған болатын. Оның өзі парламенттен кету себебін бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясының бірінші вице-президенті болып тағайындалуымен түсіндірген. Мәжілісте экс-депутат ұзақ уақытта кететінін сезгендей әріптестерімен қоштасар алдында аманатын айтып кеткені бар. Қазақ шабуылшы жұрт емес, қорғанушы жұрт. Тарихта есесі кеткен жұрт. Осы нәрсені естеріңізде болып, есіркей қараған, парасат көздеріңіз, анау жүректеріңіздің түкпірінде тарихи санамен, мемлекетшіл оймен, әрқашан жүректеріңіздің түкпірінде тұрса екен деген депутат ретінде емес, сайлаушы ретінде бір аманатым бар деген еді ол сол тұста. Осыдан кейін қаңтар оқиғалары болды. 14-ші қаңтарда Бекболат Тілеухан ұлттық арнада президенттің бастамалары жөнінде бір мәрте пікір білдірген. Журналистердің бірімен соттасып жатқаны туралы да ақпарат тарады. Содан кейін ол медиа алаңда көп көрінбей кетті. Әлеуметтік желіде Бекболат Тілеухан аса белсенді емес. Кейінгі айларда тек басқалар жазған жазбаны бөлісіп отырады. Фейсбуктегі соңғы постын экс-депутат осы жылдың 16 мамырында жариялаған. Ол тұста Бекболат Тілеухан туған жері Жаңарқаның жаңадан құрылған Ұлытау облысының құрамына кіргенін қуана құптап жазады. Жанар Тапенова Түркияға кетер алдында жақын туысының біріне өзіне тиесілі Астананың сол жағалауындағы көп қабатты үйдегі 2 пәтер мен Шұбар ауданындағы жер үйді сатуды тапсырып кеткен. Стамбулда жүрген кезде Оразада Бекболат Тілеухан сондағы қандастарды жинап, ауызашар берген. Түркия президентінің ұлы Біләл Ердоғанмен кездескен. Экс-депутат әзірге Қазақстанға қайтпайтын секілді. Себебі ерлі зайыпты Түркия азаматтығын алуға өтініш берген. Әзірге олар сонда ықтиярхатпен тұрып жатыр. Бекболат Тілеухан ұлттық спорт түрлері қауымдастығының басшысы қызметінен кетті. Қазақ ұлттық спорт түрлері қауымдастығының жаңа президенті болып белгілі кәсіпкер және меценат Исламбек Салжанов сайланды.
Бұған дейін ұйымды Бекболат Тілеухан басқарған болатын. Тәуелсіздік жылдарында ұлттық спорт түрлерін насихаттау және дамыту бағытында айтарлықтай жұмыс атқарылды. Жарыстар республикалық және халықаралық деңгейде өткізілді. Қажетті инфрақұрылым пайда болды. Бүгінде қауымдастық алдында жаңа міндеттер тұр. Оларға қол жеткізу үшін барлық тараптардың күш-жігерін біріктіру қажет деді жиын барысында мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев. Өз кезегінде Исламбек Салжанов жиынға қатысушыларға сенім білдіргені үшін алғыс айтты. Біздің қауымдастық балалар спортына ерекше назар аударуы қажет. Бұған қоса, ұлттық спорт стандарттарын бекітіп, жаңа форматтарды енгізуді жоспарлап отырмыз. Мәселен, ұлттық ат спортын жаңғырту өте маңызды деді Исламбек Салжанов. Қатысушылар қауымдастықтың бұрынғы басшылығы атқарған жұмыстарды және ұлттық спорт түрлерін дамытуға қосқан үлесін ерекше атап өтті. Сондай-ақ құрылтайшылардың жалпы жиналысы барысында ұлттық спорт қауымдастығының 2019-2022 жылдары атқарған қызметі туралы есеп тыңдалып, бірлестіктің жаңа басшылық құрамы сайланды. Өмір баяны. Бекболат Тілеуханның білімі жоғары. 1993 жылы Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын концерт орындаушы мамандығы бойынша бітірген. Ал 1998 жылы Сәтбаев атындағы Қазақ мемлекеттік техникалық университетінде инженер-металлург мамандығы бойынша оқуды аяқтаған. 1996 жылдан 2001 жылға дейін Қазақстан президенті оркестрінің көркемдік жетекшісі қызметін атқарған. Бекболат Тілеухан 2000 жылдардың басында мәдениет саласында бірқатар лауазымды қызмет атқарды. 2002-2004 жылдар аралығында қр мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім вице-министрі, мәдениет вице-министрі болды. 2004 жылы Нұр Отан партиясына кірді. Бекболат Тілеухан бірнеше шақырылымда мәжіліс депутаты болды. Әлеуметтік мәдени даму комитетінде қызмет етті. Сондай-ақ ұлттық спорт тізгіні де осы кісінің қолында болды. Журналистерге берген сұхбатының бірінде ол Құдай берген көп жарым бар, 14 балам бар деген болатын. Бекболат Тілеуханның өзі неше жылдан бері діни көзқарасына байланысты сынға жиі ұшырап келеді. Түрлі бақтың оны салафит деп айыптай жазғаны бар. Жақында журналист Нартай Аралбайға берген сұхбатында ұлттық спорт түрлерінен бұрынғы мемлекеттік жаттықтырушы Рамазан Сәттібай да ол жайлы біршама өткір сөйледі. Алайда экс-депутат қоғам тарапынан қордаланған көп сұраққа жауап беруге әзірге бейіл танытпайтын сыңайлы. Елизавета өлімі туралы Тоқаевтың сөзі. Тоқаев Ұлыбритания елшілігіне барып, Елизавета қазасына байланысты көңіл айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы Ұлыбритания елшілігіне барды. Мемлекет басшысы Ұлыбританияның Қазақстандағы елшілігіне барып, Елизавета патшайымның қайтыс болуына байланысты көңіл айтты. Президент көңіл айту кітабына жазба қалдырды. Еске сала кетсек, Ұлыбритания патшайымы Елизаветаның өмірден озғаны кеше белгілі болды.